Microsoft Excel курсы ұяшықтағы ақпаратты жаңа жолға көшіру және ұяшықтарды біріктіру. Кейбір жағдайда біздің ұяшығымыздағы ақпарат тым үлкен болады және ол ақпаратты сыйғызу үшін бағананың енін өзгерту өте тиімсіз болуы мүмкін. Дегенмен бізге осы ақпаратты толығымен көру керек деген шарт туындады деп есептейік. Ондай жағдайда біз осы ұяшықтағы ақпаратты жаңа жолға көшірілетіндей етіп, және де барлық ақпарат көрінетіндей жасауымыз керек. Осы шартты орындау үшін сәйкес бағанамызды ерекшелейік. Выравнивание бөлігіндегі переносить текст батырмасын басайық. Енді біздің ақпаратымыз толығымен көрсетіліп, сыймаған ақпарат келесі жолға көшіп отыр. Сонымен қатар біздің бағанамыздың ені сол қалпы сақталды. Егер бұл әрекет бізге қажет емес болса, онда осы батырманы қайтадан басу арқылы барлығын қалпына келтіре аламыз. Енді ұяшықтарды біріктіру туралы айтар болсақ, бізде біріктірудің бірнеше мүмкіндігі бар. Мысалы, мына ұяшыққа Excel деген сөзді жазайын. Бұл сөз бізге біріктіру мысалдарын жақсырақ түсіну үшін қажет болады. Енді белгілі бір аумақты ерекшелейін. Осы аумақтағы ұяшықтарды біріктіргім келді деп есептейік. Біріктірудің бізде үш түрлі мүмкіндігі бар. Выравнивание бөлігіндегі біріктіру менюна барамыз. Біріншісін таңдайтын болсақ, ол барлық ұяшықтарды біріктіріп, сол ұяшықтардың ішіндегі ақпаратты ортасына орналастырады. Осылай. Екінші мүмкіндік, егер бізде бірнеше жолдар таңдалған болса, онда әрбір жол ретінде қалады да, сол аумаққа, белгіленген аумаққа енген бағаналар бірігеді. Нәтижесі осындай болады. Үшінші мүмкіндік, жалпы ұяшықтардың барлығын біріктіреді. Осы менюдағы соңғы мүмкіндік, ол біріктіруді болдырмау. Егер біз белгілі бір аумақта ұяшықтарды біріктірген болсақ, және де сол ұяшықтарды қайтадан қалпына келтіргіміз келсе, онда осы пәрменді таңдаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.